Иса үйде болғанда. Жұрт оның сол қаладағы бір үйде екенін естіп білгенде, адамдар сонда көптеп жиналып, тіпті есік алдында тұратын орында қалмады. Марқа жазған ізгі хабар 2-ші тарау 1-2 аят. Егер сіз мазаңызды алмайтын, жақсы бір тыныш Құдайды іздеп жүрген болсаңыз, Исаны сондай деп ойлап қалмаңыз. Ол сіздің өміріңізге кез келген жұмысыңызды, некеңізді және қаржыңызды шайқайды. Ол қабырғаның сәнін келтіретіндей әшекей емес. Ол нақты әрекет жасайтын, баулайтын, үйрететін, жүректі тербететін құдіретті Құдай. Киелі кітапта адамдардың Исаның уағызын есту үшін оның өз үйлеріне қалай шақырғанын көре аламыз. Олар 1-2 артық орындық қойсақ жетіп қалар. Жақсы уағыз тыңдайық. Кішкене мінәжат ететін шығармыз деп ойлаған дейсіз бе? Олай емес. Иса жұмыс істей бастаған кезде адамдар жан-жақтан ағылып келетін. Жарнама қандай болды десеңізші. Иса ешқандай теледидарсыз, әрі демеушілерсіз ақ үйлерді адамдарға дереу толтыратын. Науқас досын алып келген 4 адамның істеген қызық әрекеті есіңізде ме? Исаның алдына түсу үшін олар үйдің шатырын ашты. Мінәжатпен, мадақтаумен және уағыздармен шатырды қопарып, Құдайдың құдіретін шақыра алатын адамдар бізге бүгінде керек. Сондықтан Исаны өміріңіздің барлық жақтарына кіргізуге дайын болыңыз. Ол сізден өзіңіз бере алмайтын нәрселерді беруді, жасай алмайтын істі жасауды сұрайды. Ол барлық нәрселердің орындарын қайта ретіне келтіреді. Өйткені сіз тым ұзақ уақыттан бері бір жерде қозғалмай, бір куәлікті қайта-қайта айтып жүрсіз. Құдай бүгін сіздің ыңғайлы орныңыздан шығарғысы келеді. Ол сізге өзіңіз бұрын ешқашан істемеген нәрселерді істеуге шақырады. Сіз «я» деп айтуға дайынсыз ба?